Ақтөбе қаласының патрульдік полиция батальонымен жол қозғалыс ережелерін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерді анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ерекше назар 10 және одан да көп әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға аударылуда. Бір күн ішінде шетелдік тіркеуде 4 көлік құралы анықталып, өндірілмеген айыппұл мөлшері 2,5 миллион теңгені құрайды. Атап айтсақ, шетелдік тіркеудегі Honda маркалы көлік құралымен жыл басынан 38 әкімшілік құқық бұзушылық жасап, 1 миллион 300 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Аталған көлік құралы міндеттемелер толық орындалғанға дейін коммуналдық арнайы тұраққа қойылды. Жазаға тартудың бұлтартпастығы қағидаты әрбір құқық бұзушыға қатысты қатаң сақталатынын естен шығармайық.